Астам. Ең біріншіден мына вентилятор көзі осы бірінші сөніп тұру керек постоянно. Қыста обязательно сөніп тұру керек осы. Іштегі дизельдегі мұздағын сорып кетеді, жылауын сорып кетеді осы. Ең бірінші осы. Кетіп жүр екінші. Екінші фонтаны мына лючогы, төмен қарай жабық тұру керек постоянно. Қыстың күні постоянно жабық болу керек осы. Екі жағында да. Мына да сондай, төмен қарата постоянно жабық тұру керек. Постоянно жабық тұру керек қыстың күні. Сосын мына үстіндегі люктер, дизельный помещение люктер. Ашық тұру керек. Мына қыста ашық тұру керек, мына обязательно мына ашық тұру керек люктер. Қыста ашық болу керек. Бір люк, екі люк бар, осындай, осы екеуі ашық болу керек. Мына екінші люк. Осы екеуі ашық болу керек қыста. Сосын мына жерде машина жағында полдың астында охлаждение вентилятор высоковольтный камера деген бар. Осыны мына лючок. Мына жерде не бар, фишка бар бұрайтын. Осыны бұрап, босатып, жоғары көтеріп, қайтадан қатайтып тастау керек. Жаздың қысты күні обязательно істелінуі керек осылар. Қыста дәл осылай положение тұру керек. Қыста дәл осындай положение тұру керек қыста.